Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Мен Тулекова Сапура Сейдуалиқызы, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім беру комитеті төрағасының орынбасарымын. Бүгін сіздерге Қазақстан Республикасының білім беру мекемелеріндегі 24 қаңтардан бастап енгізіліп жатқан оқыту форматына сәйкес енгізіліп жатқан өзгерістер туралы айтып бергім келеді. Себебі бұқаралық ақпарат беттеріне осы 24 қаңтардан бастап оқыту форматына өзгеріс енгізіледі дегеннен бері министрлікке бірнеше сауалдар, әртүрлі сұрақтар түсіп жатыр. Осыған кеңірек тоқталып кетуді жөн көріп отырмыз. Мынау коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу бойынша құрылған ведомствоаралық комиссияның шешіміне сәйкес 22 жылдың 24 қаңтарынан бастап оқыту форматтарына әртүрлі өзгерістер енгізілді. Өйткені бұған дейінгі шектеулер бойынша үлкен 3 қаламызда республикадағы толығымен онлайн форматта, қалған жерлерде әртүрлі 600-ге дейінгі, 600-ден кейінгі контингенті бар мектептер үшін әртүрлі нормалар қарастырылған болатын. Ал енді 24-нен бастап қандай оқыту жүйесіне көшеміз. Біріншіден, балабақшалар, мектепке дейінгі мекемелер, бұл ешқандай меншік нысанына қарамастан, яғни бұнда жеке меншік немесе мемлекеттік болуы мүмкін. Балабақшалар мен шағын орталықтар штаттық режимде ата-ананың өтініші негізінде жұмысын қалыпты жалғастыра береді. Бұл жерде ата-аналар балабақшаға баланы жібере алмайтын жағдайда оны міндетті түрде ескертіп хабарлап отырады. Екіншіден, мектептерде жұмыс қалай жүргізіледі? Егер мектептің жалпы оқушылар саны 600-ге дейінгі болса, онда мектеп қалыпты форматта штаттық режимде жұмыс істейді. Яғни барлық балалар мектептің партасында отырып сабақ оқиды. Ал енді мектептің жалпы контингенті 600-ден артық болса, оқушы саны, онда бір ауысымда мектептің жобалық қуатының 50%-ын қамтитын толымдылықпен штаттық форматта оқытуды ұйымдастыруға болады. Егер мектепте мысалға 1000 балаға арналған жобалық қуаты 1000 балаға берілген мектеп болатын болса, бірінші ауысымда 500 баланы, екінші ауысымда 500 баланы қамтуға болады. Бұл жерде басымдық штаттық оқытуға, бастауыш сыныптарға беріледі, бірінші сыныптар мен төртінші сыныптар. Неге? Себебі бұл жерде бастауыш сыныптың балалары жас ерекшеліктеріне қарай мынау цифрлық ресурстарды қолдануда, онлайн платформаларды қолдануда қиындық туады, ересектердің көмегі қажет болады, және сабақты тапсырмаларды орындауды да ата-аналардың немесе ересектердің көмегін қажет етеді. Ал ата-аналардың көпшілігі жұмыста болғандықтан балаларда қиындық туы мүмкін. Сондықтан балалардың мынау мұғаліммен бірге бетпе-бет оқуы маңызды. Сондықтан басымдық бұл жерде бірінші сынып пен төртінші сыныптың аралығына беріліп тұр. Ал егер халықаралық мектептер болса, бұл бірінші сынып пен алтыншы сыныпты қоса алғанда осы сыныптарды штаттық форматта оқытуға басымдық беріледі. Ал енді жаңағы толымдылығына байланысты 50%-ық толымдылыққа дейін басқа сыныптарды, қай сыныпты жаңағы штаттық форматта оқытады, қай сыныпты қашықтан оқытатын мектеп әкімшілігі дербес өздері шеше алады. Сондай-ақ бұл жерде 5-ші сынып пен 11-ші сыныпта оқыту арасында да мектеп әкімшілігіне бұл ішкі ауысымдарды, яғни бірінші ауысым мен екінші ауысымның ортасында тағы бір ішкі ауысымды ұйымдастыруға, немесе жекелеген кейбір пәндерді қашықтан оқыту форматына көшіру ұсынылады. Егер ол мектептің жаңағы өздерінің педагогикалық кеңесінде сондай бір шешімге келіп жатса, ол қабылданады мектептің ерекшеліктеріне сәйкес. Өйткені кейбір мектептерде апталық оқу жүктемесі сыныптарға ол аздау болуы мүмкін. Кейбір мектепте мынау лицейлік, гимназиялық статустарына сәйкес апталық жүктеме көп болғанда күніне 7-8 сабақты оқуға мүмкіндік болмай қалуы мүмкін. Енді бізде мектептен тыс мекемелер бар. Мектептен тыс мекемелерге ол ешқандай жаңағы қандай аймақта болса да штаттық режимде жұмыс істеуге рұқсат беріліп тұр. Колледждер мен жоғарғы оқу орындары 24-нен бастап аралас форматта оқиды. Бұл жерде де жаңағындай
практикалық сабақтар, зертханалық сабақтар, оларды штаттық форматта оқытуға мүмкіндік беріледі. Және бұл жерде де білім беру мекемелерінің жаңағы колледждер мен жоғарғы оқу орындарының басшыларының өздерінің ерікті түрде шешім қабылдауына мүмкіндік беріледі. Енді бізде ата-аналардан келіп жатқан көптеген сауалдардың бірі, бұл ата-ана мектепке барып өтініш жазу керек пе дейді. Бұл жерде тағы да мектептерге ересек адамдардың көп келуіне, мектептегі балалардың қауіпсіздігіне, денсаулығына қойылатын, жаңағы мектепке қойылатын талаптарға сәйкес мектепке ата-аналардың барлығын өтініш жазу үшін қайтадан шақырудың қажеті жоқ. Бұны мектеп басшылары өздері ұйымдастыра алады. Егер бұған дейінгі уақытта мектеп пен ата-ана арасында бір сенімді қарым-қатынас орнаған болса, сынып жетекшілер арқылы сыныптағы қай ата-ана жіберетінін, мектепке баласын соны анықтап алуға болады деп ойлаймыз. Екіншіден, бұл жерде кейбір ата-аналар үйде мысалы денсаулығына байланысты ауырып жатқан балалар, немесе әртүрлі диагнозбен кішкене мынау әлі де эпидахуалға байланысты балаларын мектепке жібере алмайтын, немесе жаңағы коронавирустық инфекциямен ауырып қалған үйдегі ересек адамдармен контактіде болған балалар үшін бұған дейінгі талаппен, бұған дейінгі қалыптасқан тәртіппен мынау қашықтан оқытудың ұйымдастыру туралы арнайы бұйрық шыққан. Сол талапта ата-ананың өтінішімен қашықтан оқытуды ұйымдастыра алады. Енді бір ата-аналардың алаңдайтын тағы бір мәселесі, бұл мектептердегі санитарлық талаптар. 2020 жылдан бастап осы пандемиялық шектеулер енгізілгеннен бері мектептерге қойылатын санитарлық талаптар қалай қойылған болса, қазіргі күнге дейін сол талаптар сақталады. Мынау мектептер толығымен залалсыздандырғыш, тазалау құралдарымен жабдықталған. Енді бұл жерде де әрине жаңағы мектепке келген балаларды термометриядан өткізу, келетін ересектердің оның өзі шектеулі болады. Ашық жүйесі арқылы статусын айқындағаннан кейін мектепке кіруге мүмкіндік беру, яғни бұл мұғалімдер болуы мүмкін, өте бір қажетті жағдаймен келген ата-аналар болуы мүмкін, жаңағы директорға немесе мұғалімге жолығуға келген, олардың барлығы сақталады. Сондай-ақ мектептің медицина қызметкерлері толығымен балаларды бақылауда ұстайды. Бұның барлығы сол қалпы сақталады. Сондай-ақ маскалық режим деген бар. Бұл жерде балалар маскамен болады. Кейде енді масканы толығымен мектеп қамтамасыз ете ме дегенде сұрақтар болады. Бірақ бұл жерде біз ересектер енді пандемия келгелі біз масканың өзін жеке адамның жеке гигиеналық құралы ретінде қабылдадық. Сондықтан мектеп балалар маскаларын алып келгеннен кейін кейде енді балалар балалықпен масканы ұмытып кетуі мүмкін. Ол кезде мектепте кәдімгідей бір артық мысалы маскалар болады. Баланы маскасы болмағаны үшін үйге қайтаруға, немесе маскасыз сол мектеп сыныптағы балалардың арасына қосуға рұқсат етілмейді. Сондықтан балаларды маскамен қамтамасыз ету қажет. Одан кейінгі айтылатын мәселе бұл онлайн, офлайн форматта. Мысалы, мен егер сыныптың жартысы онлайн болса, жартысы ғана офлайн мектепке барамыз десе не болады деген сияқты, ол жерде де мектеп директоры шешім қабылдайды. Бұл жерде әртүрлі бар, мысалы, бір параллельде бірнеше үшінші сынып дейікші, егер бір сыныптан 5 бала, бір сыныптан 10 бала деген сияқты болса, оларды бір топқа уақытша жинақтап оқытуға болады. 2020 жылдың наурыз айынан бастап осы қашықтан оқыту форматына енгізілгеннен бастап мектептерде біраз тәжірибе қалыптасты. Сол жердегі болған кедергілерді мектептер, басқармалар өздігінен шешіп ұйымдастырып жатыр. Сондықтан айтылатын негізгі ақпараттар осы. Бұл жерде жаңағы қазіргі 3-ші тоқсандағы бақылау, жаңа 90-дық жиынтық бақылаумен бөлім бойынша жиынтық бақылау санында ешқандай өзгеріс жоқ. Тек қана жаңағы каникулдың бір аптаға өзгеруіне байланысты аптаның соңындағы тақырыптар келесі 4-ші тоқсанға ауысатыны туралы хабарланған. Ал 90-дық жиынтық бақылау мен бөлім бойынша жиынтық бақылаулар кезінде тек қана өтілген тақырыптар шеңберінде алынады.
Ал онлайн форматта оқып отырған, егер сыныптары штаттық режимде мектепте оқып отырып, жаңағындай ата-ананың өтінішімен онлайнда қалған оқушылар болса, ол оқушылардың жаңағы жиынтық бақылаулары мектепте алынады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.